жаңағы 35-40 жасар жігіт қайтыс болған екен. Соның жаназасында болған оқиға бұл. Барған кезде жаңа имам бауырымыз жаңағы мәйітті жуардың алдын дәрет алатын кезде жаңағы достары сөйлесіп отыр екен, әзілдесіп, бір-біріне прикол тығып сөйтіп отыр екен. Кетті, жақсы болды, әйел бізге қалды деп прикол тығып отыр екен. Соны естіп, жаңағы әсерленіп, жаңағы мәйітті қойып, жаназа намазы оқырдан алдын осы жігіттің бауырлары, достары бар ма деген ғой. Иә, біз бауырымыз, достарымыз ортаға шықсын, мәйіттің жанына шақырып, достарын шақырып, кеткен жақсы болды, әйелі бала шаға бізге қалды деп прикол тығып жатыр. Сол бала өз еркімен қаса қалсын, болмаса қазір мен өзім арнайы қалдырамын. Ал сол еркімен қалсын, қалғаны жайында тұра берсін жаназа намазына деген ғой. Сөйтіп жаңағы жерде бәрі кетіп біреу қалды. Жаңағы туыстар лағнеттеп, қарғыс айтып, жаңағы не болсанша өлдің ба деген сияқты қатты ауыр сөздермен балағаттап жатыр да. Имам бауырымыз жаңағы басты міне кетіп тұр. Ол әлі қабырға түскен жоқ. Міне тұр, көз алдымызда. Тіпті керек болса бұл қазір естіп тұр. Осы дос осындай бола ма деген кезде жаңағы көпшіліктің алдында басын көтере алмай, басын иген сондай сөйлей алмай, табыты құшағына ұстап жылап қалды жаңағы досы. Кешір деп, ойнап айттым деп. Сен әлі істеген жоқсың оны, жаңағы нені зинаны істеген жоқсың. Бірақ сен осы адамдардың алдында жүзіңді көтере алмай тұрсың да, ертең Алланың алдында сен қалай көтересің жүзіңді? Жаңағы имам бауырымыз айтып жатыр, бұны мен шығарған себебім қазіргі таңда достар бір-бірінің әйелін қызғанбайтын жағдай болды да. Ол бірінші күн қол ұстасады, құлақ үйренеді айтып. Мысалы, алыс жерде бір вақтыда жұмыс істейтін болса, кете бер, мен өлім, сен қарап жүрем, бас көз болғам деген сияқты мақсатпен бір-біріне жаңағы үйреншікті болып қалды бұл жағдайша. Адам қорқатын жағдайда үйреншікті болып қалды, сіңіп қалды, құлағы үйреніп қалды, көзі үйреніп қалды. Ол оттың жануын бастап қойды ол. Оған енді бензин шашу ғана қалды бұл жерде. Барып, жаңағы істеу ғана қалды бұл жерде. Жаңа қанша досыңның несі болса, қолмен амандаспа. Қазіргілер қол амандасу былай тұрсын, сүйіп амандасатын болып қалды да қазір. Содан сақтану керек та. Әйелде әзілдеу жоқ. Әйелде әзіл жоқ бұл жерде.